Жалған дейді өмірді бұл ғазалдан. Мәңгілікке кім бар тұрақтап алған? Дүниені шарлап жүріп қашса да, қорқыт бабам құтылмаған ажалдан. Махаббатын сыйлап бізге жер көктің, бұл өмірден асыл анам сенді өттің. Саны бар ма өзің еткен еңбектің, саны бар ма өзің жуған жөргектің. Жасасаң да ұзақ ғұмыр ғасырдай, кім қияды өзіңіздей асылдай. Бұл өмірде жүрер ұрпақтарыңыз, саған деген сағынышы басылмай. Өмір өткінші дейді білетіндер, сол рас-ау. Бүгінде жарқылдап жүрген жандардың ертеңгі күні жоқ болатынына сенгің келмейді. Кешегі өткен ата-бабамыз жалған дүние, шолақ дүние деп баға берген фәни өмірден әзиз анамыз да өтті. Бізге мынау ғажап әлемнің жарығын сыйлаған ардақты анамыз Ақжігітова Секер Байесен қызының дүниеден озғанына 1 жыл толды. Секер анамыз 1943 жылдың 23 ақпанында сол кездегі Гурьев облысы Балықшы ауданына қарасты Перетаска ауылында қарапайым жұмысшы отбасында өмір есігін ашты. Бала Секер қаламыздағы Жангелдин атындағы мектепке орта мектебінің табалдырығын аттап, 10 жылдық білімді 1960 жылы аяқтайды. Көп кешікпей Гурьев педагогикалық институтының бастауыш пәні мамандығы бойынша оқуға қабылданып, айналасын қуантты. Өзінің еңбек жолын 1964 жылы Құрсай орта мектебінде мамандығы бойынша бастайды. Жас маман келген бойда ортамен жақсы араласты. Еңбек еткен кездері қандай жұмыстар тапсырылсын, оны абыроймен атқара білді. Қайратты, шаршау дегенді білмейтін Асылана осы қасиетімен жұмыстастар арасында сыйлы болған жан еді. Білім нәрі бастауыштан басталады дегендей, бүгінде өзі оқытқан сол кездегі оқушылары да өмірдегі өз орындарын тауып, түрлі салада еңбек етіп жүр. Олар да бұл күндері қалам ұстатып, әріптерді үйреткен мұғалімін еш қашанда ұмытпайды. 1965 жылы Мейрамғали әкемізбен қосылып, шаңырақ құрған Секер анамыз еңбектен қол үзбеді. Дәм тұздары жарасқан ата-ана 45 жыл бақытты ғұмыр кешіп, өмірге 4 ұл мен 1 қызды әкеледі. Құтты шаңырақтың төрінен үнемі қонақ арылмайтын, алыс жақыннан көптеген ел азаматтары анамыздың қолынан талай дәм татты. Анамыз өзінің еңбек жолын 1967 жылы қазіргі Теңдік селосында орналасқан Қайыршақты мектебінде жалғастырып, осы жерден зейнетке шығады. Еңбек еткен жылдары аудан бойынша облыс көлемінде бірнеше мақтау қағаздары мен грамоталар және де бағалы сыйлықтармен арнайы марапатталады. Анамыз әкеміздің жауапты жұмысында қолдау көрсетіп отыратын, үй шаруашылығы, бала күтіміне көп көңіл бөліп, ұл қызының жақсы болуын Алладан тілеп отыратын. Ата-анамыз бұл жалған өмірдің қиындығы мен жоқшылық тауқыметін балаларына білдірмей, барлығында адам қатарына қосып тәрбиеледі. Десек те, еркек үйдің егесі, әйел үйдің шегесі дегендей, 2010 жылы Мейрамғали әкеміздің қазасы анамызға салмақ түсірді. Әйтсе де, шүкірге жеңдіріп, қалған балалары мен бауырларының ұрпақтарының амандығын тіледі.
Алайда жүрегіне жазылмас жара, көңіліне айықпас дерт салған сұмажал, қуанышты сәттерді әлі де көрсетуге анамыздың маңдайына жаздырмады. 2025 жылдың 26 тамызында Ақжігітова Секер Байсен қызы 82 жасынан асқан шағында өмірмен қош айтысып, томарлы қауымында мәңгіге тыныстады. Адамның дегені емес, Алланың дегені болады екен. Ажалға араша бола алмаған ағайын туысыңның көңілінде көкіректі қарс айырар қайғы мен өкініш, таусылмайтын сағыныш қалды. Ізгілікті екеуіңнен көрдік біз, сол ізгілік жетегінде өстік біз. Әкемізбен екеуіңнің арқаңда асыл анам осы күнге жеттік біз. Екеуіңнен алдық күннің шуағын, ата-аналық махаббаттың қуатын, кеудемізден өшірмейміз ешқашан сендер жаққан ізгіліктің шырағын. Аяғыңның астында дау бар жәннат, әзиз жаның жаратқанға аманат. Бейіш болсын мәңгі сенің орының, дұғаларым қабыл болсын жамағат. Соңында қап асыл жардай тіректің, ұрпағыңның бақытын сен күзеттің. Аяулы асыл жарқын бейнең анажан, түкпірінде тұрар мәңгі жүректің. Анамыз бүкіл әулеттің ұйытқысы, сүйеніші болды. Адам өмірінің мәні өз ұрпағы болса керек. Ата-анамыз алдыңғы қатарлы білікті мамандық иесі болатын ұл қыздарды тәрбиелеген жандар. Ата-анамыз үлкенге құрмет, кішіге ізет деген ұғымды өз іс-әрекеттерімен сұңғат, жомарт, таңат, қанаттай ұлдарына ұғындыра білді. Қаламқас, Айгүл, Гүлнар, Кларадай келін жұмсап, оларға ризашылығын білдіріп, ақ батасын берді. Сондай қамқорлық пен жанашырлық арқасында ұрпақ жетілді, өсіп өнді. Міне, бұл күндері тәрбиелі ұлдары мен қызы өмірдегі өз жолдарын тауып, берекелі ғұмыр кешуде. Бүгінде өздерінен тараған ұрпақ жеке отау болып, дүниеге немере жиендерің шөберең келіп, шаңырағыңның отынын түтетуде. Құрметті тойға келген ағайын туғандарым, бауырларым, құдаларым, құрдастарым, көршілерім, барлығында мынау менің ең үлкен балам, Жұматтың алғашқы үлкен баласы, менің тұңғыш немерем. Осы немеремнің екеуі болып қуанып жатқан қуанышына барлығында қош келдіңдер. Мына шешемдер қандай дұрыс жарайды? Жомарт, Айгүл айналайын, мынау тойларың құтты болсын. Балаларыңның қызын көріңдер. Келінің адал түспенмен болсын. Еліне елеулі, қатына қалаулы, жақсы азамат болып, сендерді жерге қарапсайтындай жақсы азамат болып, үйгесі болып, көше берсін. Айналайын, анау екі балам, Сәбинам менен Нұрбергенім, бақытты болыңдар қызымдарым. Дендерің сау болсын, мынау біткен отауларың берік болсын, беркесін мықты болсын, босағасын мықты болсын, бақытты өмір сүріңдер. Осы тойға келіп отырған ағайын туған қадірлі қонақтарым, осы баламның мынау бір отқан бірінші тойы, осының сәнді де мәнді өтуіне барлығында үлестеріңді қосып, өнерлеріңді көрсетіп, осы тойдың жақсы өтуіне барлығында атсалысыңыздар. Барлығында қош келдіңіздер. Жомарт, Айгүл айналайын, тойларың құтты болсын, қуаныштарың жағынан болсын. Әмин.
күні кеше ортамызда жарқын мінезмен жарқылдап, ақыл парасатымен көпке үлгі болған асыл ана бүгінде арамызда жоқ. Міне, бүгінде ағайын туыстар, ауылдастар, достар барша жамағат болып, Секер анамыздың қайтыс болғанына 1 жыл толған күнде бас қосып, сол кездегі қайран күндер мен сайран күндерді әңгімелеп отырмыз. Аяулана, өзіңді құрметтеп, үмітпен қарап, тілек тілеген әрбір жанның жүрегінде өзің шырақ болып қалдыңыз. Сізбен бірге болған әрбір сәт біз үшін мәңгілік естелік. Алыстан ат арылтып келетін ағайын туыс, құда жекжат және ауыл адамдарына қош келдің айтып, берекелі дастарханда бірге болушы едің. Ол қызың қара шаңыраққа барған кезде алдымен ата-анамыз жатын бөлмеге апаратын. Аппақ төсегінде, ой, айналайындар-ай, келдіңдер ме деп еміреніп, күлімсірейтін күндер енді оралмайды. Сіздің жарқын бейнеңіз жүрегімізде мәңгі сақталады. Біздер сізді ешқашан ұмытпаймыз. Аллаға шүкіршілік етіп, сабыр сақтап, асыл анамызға дұға арнап, алды бейіш, арты тыныш болсын деп тілейміз. Ұрпақтарыңа татулық, бірлік, бастарына амандық берсін. Жатқан жеріңіз жәннат, алдың бейіш, ардың кеніш болсын. Аяулы ана.